саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы Ақтөбе облысындағы халықаралық маңызды сулы батпақты алқаптар. Дәрісте біздер басты орнитологиялық аумақтарға тоқталамыз. Солардың ішіндегі негізгілері Доңызтау шыңы, Жағабұлақ орманы, Мұғалжар, Ырғыз, Торғай көлдері. Өздеріңізге белгілі, биоалуантүрлілікті сақтау қазіргі таңдағы ғаламдық маңызды міндеттердің бірі. Қазақстанда да осы бағытта орнитологиялық аумақтарды құру, бағдарламалар арқылы жұмыстар, түрлі шараларды жүзеге асыру басты міндеттердің бірі болып табылады. Қазақстанның биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы құстарды қорғау жөніндегі британдық корольдік қоғамның қолдауымен басты орнитологиялық аумақтар жөніндегі халықаралық бағдарламаны орындауда. Қысқаша IBA бағдарламасын. Бағдарламаның негізгі мақсаты құстар қайтқан немесе қыстаған кезде ұя салатын, демалатын орындар ретінде маңызды рөл атқаратын басты орнитологиялық аумақтарды, учаскелерді анықтау және сақтау. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан екі маңызды орталық азиялық, индиялық және батыс азиялық, африкалық көші-қон жолының қиылысында орналасқан. Жыл сайын миллиондаған құстар оның аумағынан ұшып өте отырып, түлеу және демалу үшін тоқтайды. Мысалы, Ырғыз, Торғай көлдерінің жүйесі көші-қон кезінде 1,5 миллионға дейінгі суда жүзетін құстарды қабылдайды. Бүгінгі таңда Қазақстанда көлемі 150 мың шаршы километрге жуық немесе ел аумағының 5,5%-ін құрайтын 121 басты орнитологиялық аумақ бөлінген. Ақтөбе облысының аумағында жалпы көлемі 890 мың гектарға жуық 4 басты орнитологиялық аумақ орналасқан. Бұл облыс көлемінің шамамен 3%-ін құрайды. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, бұл Доңызтау шыңы, Жағабұлақ орманы, Мұғалжар және Ырғыз, Торғай көлдері. Солардың ішіне қысқаша тоқталатын болсақ, бірінші Доңызтау шыңы. Доңызтау шыңы облыс аумағында басты орнитологиялық аумақтың елеулі бөлігі жатыр. Бұл басым көпшілігі саздан тұратын үстірттің аса солтүстіктегі және аса тілімделінген көтеріңкі шыңы. Өсімдіктері негізінен жусанды, сораңды бірлестіктерден тұрады. Шыңдар аумақтың 25%-ке жуығын алады, ал қалған бөлігі жазық учаскелер, 3%-ке жуығы бұталар. Аумақта бірқатар күндізгі жыртқыш құстардың, соның ішінде халықаралық деңгейдегі, яғни қауіп төнген және Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген түрлердің ұя салуының жоғары тығыздығы байқалады. Күндізгі құстардан басқа көптеген шөлді аудандарда сирек болатын үкі, безгелдек, сары сағақ, шүрілдек тән. Соңғысы бірқатар ұсақ торғайлар сияқты Европа шөлдері менен шөл иттері биомымен шектелген. Құстардың бірнеше түрлері Евразиялық дала биомына тән. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл аймақта кездесетін құстарды төмендегідей санаттарға бөледі. Яғни А1 жаһандық қауіп төнген түрлер, А3 таралуы Евразиялық дала биомымен шектелген түрлер. Бұлар өздеріңіз көріп отқандай қарақұс, ителгі, безгелдек және Европалық шөл мен шөлейт биомымен таратылуы шектелген түрлер. Және сол сияқты Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген түрлер, яғни үкі, қарақұйрық, үстірттік тау арқарының немесе муфлонды кездестіруге болады. Келесі аймақтың бірі Жағабұлақ орманы. Бұл Жағабұлақ орманы Құмжарған құмы мен Жем өзенінің жайылмасы арасындағы Жағабұлақ селосына жақын
енсіз жолақпен шығыстан батысқа қарай 8 км дерлік созылған таспалы көктерек қайыңды орман. Оң жағынан ол Жем өзенінің жайылмасының шетімен бұлақтарға шығатын батпақты талды тоғаймен, ал солтүстігінен құмжарған құммен шектелген. Негізгі ағаш түрлері көктерек, қайың, қара терек, тал, ал шет жағында сүйрік жемісті жиде, ағашты бұталы өсімдіктерден итмұрын кездеседі. Орман жамылғысында орман өсімдіктерінің түрлері шалғында бұршақ, кәдімгі талқурай, қырықбуын, қырыққұлақ бар. Қатар орналасқан құмжарған құмы орманымен шекарада жартылай бекітілген төбешік құмда, төбіралық еңістіктерде көктерек, қайың, терек, сол сияқты қамыс дөңімен бірге тал шоқтарының ағаш түрлері кездеседі. Жағабұлақ орманы қарапайым және Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген жаһандық қауіп төнген құстар түрлерінің ұя салатын орны. Басталу маңызына жететін саны бар жаһандық қауіп төнген түрлердің саны 3 түрді құрайды. Бұл қарақұс, дала кекентайы және қаншыры. Орнитологтар деректері бойынша мұнда құстың 100-ге жуық түрі ұя салады. Орманның өзінде Европа фаунасының құстары ұялайды. Олар үшін бұл Қазақстандағы ең оңтүстік нүктесі болып табылады. Көкші шымшық үшін, ал бұқар, көк шымшығы және мықи сияқты оңтүстік құстар үшін бұл жерлер ең солтүстігі болып табылады. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, бұларда негізінен жаһандық қауіп төнген түрлер, А1 критерийі үшін саны жеткіліксіз болып табылатын жаһандық қауіп төнген түрлер, евразиялық дала биомымен таратылуы шектелетін түрлер, европалық шөл мен шөлейт биомымен таратылуы шектелінген түрлер және Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген түрлер деген топтарға бөлінгендігін өздеріңіз көріп отырсыздар. Ірі жыртқыш құстардың, қырандардың, кәдөлгі жаман сарының, қаршығаның, сұңқардың ұя салу орны ретіндегі 100 шақырым даладағы осы жалғыз орман алқабының маңызы жоғары. Жағабұлақ орманы маусымды көші-қон уақытында дендрофилді жыл құстары үшін май қорын қалпына келтіруде және демалатын орынның бірі ретінде, ал қысқы уақытта қыста көшетін орман және бұта құстарының мыңдаған шақырымға ұшпай-ақ алыс оңтүстікке жылжитын экологиялық дәлізі ретінде маңызды роль атқарады. Келесі танысатын орнитологиялық аймақ бұл Мұғалжар. Мұғалжар өздеріңізге белгілі, өткен дәрісте біздер айтып кеткен болатынбыз. Яғни жекелеген аласа таулары бар, солтүстік бөлігінде құрғақ дала мен бетегелі бозды бұталы, оңтүстігінде шөлейтті жусанды астық тұқымдастарымен қоршалған, солтүстіктен оңтүстік бағытқа созылған ұсақ шоқылар алқабы. Аздаған кішкентай сайлар аңғарларында көктерек және қайың шоғырларының аралдары бар. Орман жапқан учаскалар аумақтың 10%-ін, ал бұталы нулар 5%-ін, ашық көпті ландшафт 70%, жартасты учаскалар 10%, батпақты сулы алқаптар 5%-ін алады. Аумақта жыртқыш құстардың ұя салатын түрлерінің кешені бірқатар сирек және жаһандық қауіп төнген, сол сияқты Евразия даласы биомымен шектелген түрлер мекендейді. Басталу маңызына жететін саны бар жаһандық қауіп төнген түрлердің саны 5 түрді құрайды. Бұл қарақұс, дала кекентайы, дала құланы, ителгі, безгелдек. Міне өздеріңіз көріп отырғандай топ категорияға, яғни санатқа бөлінгені. Бұл жаһанды қауіп төнген түрлері А1 санаты, А3 санаты европалық дала биомымен таратылуы шектелген түрлер және Қазақстанның қызыл кітабына енген түрлер. Бұл түрлерді өздеріңіз көріп отырсыздар. Яғни
саны жағынан басқа аумақтарға қарағанда бұл аумақтағы құстардың санының көп екендігін және қызыл кітапқа енгізілген түрлердің де санының біршама көп екендігін көруіңізге болады. Олар қара дегелек, жыланшы бүркіт және үкі болып табылады. Келесі табиғаты жөнінен ерекшеленетін және құстарының сан алуан түрлері кездесетін ырғыз, торғай көлдері. Бұл алқап Ырғыз селосынан шығысқа қарай 70 км жерде, Торғай депрессиясының оңтүстік шетінде, Торғай, Ырғыз және Өлкейік өзендерінің сағасында орналасқан және шамасымен тұздылығы тұщы дерліктен өте ащыға дейін әртүрлі болатын көптеген көлдердің кең жүйесін құрайды. Аса ірі көлдері Қызылкөл, Көлжарма, Жайлау, Жаркөл, Бұқынкөл, Байтақкөл, Қоғакөл, Айыркөл, Шолақкөл, Қармақкөл, Майкөл, Майдаркөл, Айкөл. Сулы батпақты алқап, алқап типтік өсімдіктері бар, солтүстік шөл және шөлейт аймақта орналасқан. Жағалау өсімдігі негізінен кең өскен қамыс нуы болып табылады. Ырғыз, Торғай көлдері Қазақстан мен Орталық Азияның аса маңызды сулы батпақты алқаптарының бірі. Оларды суда жүретін құстар негізінен ұшып өткен және түлеген кезде және кейде ұя салу үшін де пайдаланады. Мұнда Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген және жаһандық қауіп төнген ұя салатын және ұшып өтетін бірқатар түрлері кездеседі. Құстардың 234 түрі, оның ішінде сулы батпақты кешенің 100-ден астам түрі кездеседі. Торғай және Ырғыз өзендерінің төменгі сағасы ұя салу облысы Батыс Сібірде болатын суда жүзетін құстардың күшті көшу ағынының бірі Арал Есіл учаскесі шегінде жатыр. Көктемгі және күзгі ұшып өту уақытында бұл жерден кемінде 2-3 миллион суда жүзетін және су маңы құстары ұшып өтеді. Суда жүзетін құстардың түлеуге жаппай жиналуы бұл өңірді халықаралық маңызды алқаптар санатына қосудың басты себептерінің бірі болды. Түлеу кезіндегі суда жүзетін құстардың жалпы саны суландыру циклінің фазасына байланысты кейбір тіптен қолайлы жылдары бірнеше жүздеген, тіптен 250 мыңға дейін саны жетуі мүмкін. Соңғы жылдары 42 мыңға жуық сулы батпақты құстар есептелінді. Бұл сыбырлақ аққудың, үлкен су құзғынның, қасқалдақтың, қалбағайдың көп мөлшерінің ұя салатын бірқатар түрлердің жаппай түлейтін жері. Евразиялық дала биомымен шектелген толық бірқатар түрінің ұя салатын немесе тұрақты кездесетін жері. Басылу маңызына жететін саны бар жаһанды қауіп төнген түрлерінің саны 12 түрді құрайды. Олар өздеріңіз көріп отырғандай бұйра бірқазан, шиқылдақ, қызылтамақ, қараша қаз, ақкөз қарала үйрек, ақбас үйрек, қарақұс, дала кекентайы, ақ тырна дуадақ, ақ сұңқар, үлкен шырғалақ, дала қанашыры. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл түрлерді бір санаты жаһанды қауіп төнген түрлер және санатын қолдану үшін саны жеткіліксіз жаһанды қауіп төнген түрлер, европалық дала биомымен таралу шектелген түрлер, биографиялық танымалдық бір немесе одан да көп түрлер және А4 20 мыңнан астам мекен ететін, суда жүзетін, су маңы құстар деп бөлінеді. Енді бұл алқаптардың өзіндік ерекшеліктері жоғарыда атап өттік. Ырғыз торғай жүйесінің барлық дерлік көлдері халықаралық маңызды сулы батпақты алқаптарға жатады.
Олардың құрамында суының құрамында хлоридтер, сульфаттар және гидрокарбонаттар бар. Көлдердің тұздылығы құрғақ уақытта кеуіп қалған қазандықтардан тұзды желдің мезгіл-мезгіл көтеріп кетуі және олардың көктемде толығу кезінде тұщы суымен шайылу есебінен өзгермелі болып тұрады. Жалпы қорыта келгенде біздер негізгі басты біздің Ақтөбе облысында республикалық деңгейде және халықаралық деңгейдегі орнитологиялық аумақтарға қысқаша тоқталып өттік. Бұл аумақтар, мысалы, Ырғыз-Торғай көлдері Қазақстанның Рамсарлық алқаптар тізіміне енгізілген. Қорыта келгенде, басты орнитологиялық аумақтар тұтастай алғанда биологиялық алуан түрлілікті және экожүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін экологиялық желінің құрамды бөлігі болып табылады. Міне қысқаша біздер басты орнитологиялық аумақтарға қысқаша тоқталдық. Және төменде біздер әдебиеттері көрсетіліп тұр. Сол әдебиеттер бойынша сіздер өздеріңіздің осы тақырып бойынша материалдарды алып толықтырасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.